Біз буллингке қарсымыз. Ешкімнің басқа адамды қорлауға, мазақтауға және оның затын тартып алып бүлдіруге құқығы жоқ. Біреу сені қорқытып қорлап жүрсе, батыл болуға үйрен. Досыңмен бөліс, мұғалімдермен бөліс, ересек адамдармен бөліс. Әлімжеттік жасаған адамдар заң алдында жауап береді. Қазіргі таңда қоғамдағы буллинг дегеніміз өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Буллинг балабақша, мектеп, балалар арасында бір-біріне қысым көрсету, сөзбен кемсіту, қорлау, бір-бірін мазақтаудан басталады. Буллингтің алдын алу үшін үйде баламен көп жұмыс жасау керек, баланы тыңдай білу керек. Мектептегі уақыты қалай өтіп жатыр, сыныптастармен ара қатынасы қалай екенін сұрап білген жөн. Тәрбие тал бесіктен демекші, балаларымызды кішкентай күннен ортада өзін қалай ұстау керектігін, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып, түсіндіріп жеткізу әр ата-ананың міндеті деп білемін. Мектеп оқушылары арасында буллинг соңғы кезде жиі кездесіп жүрген проблемаға айналып отыр. Осындай жағдайға балаңыз тап болмас үшін біз ата-ана ретінде қандай көмек көрсете аламыз? Біріншіден, баламызды өзін-өзі сенімді ұстауын үйретуіміз керек. Адамдармен қарым-қатынасқа түскен кезде көзге тіке қарап сөйлеп, ойын, емін, еркін ашық жеткізе білуін үйретуіміз керек. Екіншіден, баламен конфликт жағдай орнап жатса, оны тек жұдырықпен, немесе қоқан-лоққы көрсетумен, немесе бір күш жұмсаумен шешудің дұрыс еместігін біз оларға үйретуіміз керек. Үшіншіден, егерде балаңыз осындай буллинг жағдайдың құрбанына айналып жатса, бұған айтар кеңестер төмендегідей болу керек. Ол адаммен қарым-қатынасты үзу керек, онымен жиі кездеспеуге тырысу керек. Одан басқа адамдармен емін-еркін араласып, оны елемеуді үйренген жөн. Міне осындай қарапайым кеңестер мен ұсыныстар айту арқылы баланы біз қоғаммен жалпы араласуда болуы ықтимал буллинг жағдайынан аман алып қалуымыз мүмкін. Бұл біздің ата-ана ретіндегі парызымыз.